Сәлем, сіз білесіз бе айдарында бүгін ағылшын тіліндегі идиомаларды қарастырайық. Бірінші идиомамыз break the ice. Тура аудармасы мұзды сындыру. Мағынасы әңгіме бастау немесе қысылу сезімін жою. Мысалы, he told a joke to break the ice. Ол қысылуды жою үшін анекдот айтты. Екінші piece of cake. Тура аудармасы бір тілім торт. Мағынасы өте оңай нәрсе. Мысалы, this test was a piece of cake. Бұл тест өте оңай болды. Үшінші, under the weather. Тура аудармасы ауа райының астында. Мағынасы өз-өзін нашар сезіну. Мысалы, I'm feeling under the weather today. Бүгін өзімді нашар сезініп тұрмын. Төртінші, cost an arm and leg. Тура аудармасы бір қол мен аяққа тұру. Мағынасы өте қымбатқа түсу. Мысалы, this phone cost me an arm and leg. Бұл телефон маған өте қымбатқа түсті. Бесінші, let the cat out of the bag. Тура аудармасы мысықты қаптан шығару. Мағынасы құпияны ашып қою. Мысалы, don't let the cat out of the bag about the gift. Сыйлық туралы құпияны ашып қойма. Бұл тек қана 5 идиома. Ал көбірек біліп ағылшын тілін жақсы меңгергің келсе, біздің сабақтарға келіп қатысыңыздар. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.